әлде бізде мысалы балалар әлемді бағындырып, кәдімгі әлемдік олимпиадалардан әлде кеше міне күні кеше робототехника бойынша 4 дүркін чемпионы болды біздің қазақстандық өзіміздің кәдімгідей қарапайым балалар мектепте оқып жатқан 4 дүркін чемпион робототехника бойынша Панамада жеңді. Міне сол жаңалық шыққанда ол жаңалықты кім қай тіпті бақ қолдады. Оны бізде жаңағы футболда жаңағы қақпада тұрған азамат сияқты кім оған мысалы мәшине берді, кім оған ноутбук берді, сол балалардың атын кім біледі деген мәселе бар ғой. Сондықтан әрине осы білім саласының, ғылым саласының өкілі ретінде осындай пікірді мен айттым. Шын мәнінде бұл енді негізі ол шын айту керек, тек қана Қазақстанның қоғамына тән мәселе емес, ол көп мемлекеттерде спорттың, әлде эстраданың жұлдыздарын жақсы біледі. Бірақ дегенмен болашақ кімнің қолында? Кім біздің болашағымызды құрастырып жатыр? Дәл міне осы олимпиада жеңімпаздары, осы робототехника